Сәлем, менің есімім Нұрбақыт. Мойныңыз ауырса, менімен бірге осы жаттығуларды жасауға шақырамын. Ең алдымен иықтарыңызды осылай қимылдатып алыңыз. Ал енді оң иығыңызға оң құлағыңызды беттеп, осы басыңызды оң қолыңызбен ұстап тұрасыз да, ал келесі қолыңызды, сол қолыңызды артқа қарай бағыттайсыз. Басыңызды төмен тартуға тырыспаңыз. Бұл жай ғана белгілі бір берік беру үшін. Бүйір бұлшықеттеріңіздің созылуын сезініңіз. Ал енді тура осы қалыпта иегіңізбен бірге төмен қарай беттеңіз. Артқы мойын бұлшықеттері созылып жатқанын сезініп көріңіз. Енді тура осы қалыпта жоғары қарай бағытталамыз. Осы кезде алдыңғы мойын бұлшықеттері созылады. Абайлап бастапқы қалыпқа ораламыз. Енді келесі иыққа сол құлағымызды қоямыз. Сол қол басымызда, оң қол артқа қарай бағытталған. Абайлаңыз. Енді төмен қарай иекпен бағытталамыз. Артқы бұлшықеттер созылып жатқанын сезініңіз. Терең тыныс алыңыз. Ал енді жоғары қарай иекпен бағытталайық. Терең тыныс алуды ұмытпаңыз. Абайлап бастапқы қалпыңызға келіңіз. Ал енді қолдарыңызды артқа қарай қойып, енді құлып жасаймыз да, оңға қарай басымызды бұрамыз. Солқылдап ауыратын басыңызды да осы кішкене жазып жібереді. Келесі жаққа қарай солға бұрыламыз. Ал енді түрегеп тұрып, тізеңізді бүгіп, қолдарыңызды жерге қарай беттеңізде, басыңызға бүкіл салмақ түсіруге тырысыңыз. Басыңыздың соншама ауыр екенін сезінуге тырысыңыз. Жаймендеп шайқап қойсаңыз да болады басыңызды. Ал енді қолдарыңызды мойынға қойып, сәл жүктеме жасаймыз. Шынтақтарыңызды бірге қосуға тырыссаңыз да болады. Қатты ауырса, қолдарыңызды мойынға қоймаңыз. Осы жаттығулар сізге көмектеседі деген үміттемін. Намасте, каналға жазылуды ұмытпаңыз.